Жамбыл облысы әкімдігі білім басқармасының ұйымдастыруымен бүгін «Қош келдің жаңа жыл» тақырыбында Қазақстан Республикасы президентінің атынан балаларға арналған жаңа жылдық шырша өткізілді. Дәстүрлі мерекелік шараға аудандар мен Тараз қаласынан, арнайы мектеп-интернаттардан, өмірлік қиын жағдайдағы балаларды қорғау орталығынан, жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған көп балалы және аз қамтылған отбасыларына шыққан 200 балақай қатысты. Бүгінгі өткен іс-шарамыз президенттік жаңа жылдық шырша. Өткені бүгінгі күні 24 желтоқсан күні сағат 11:30-де бірыңғай уақытта барлық өңірлерде осы іс-шара өтті. Бүгінгі іс-шараға қатысқан балалардың саны 200 бала болып отыр. Ол балалар жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, мүмкіндігі шектеулі балалар болды, аз қамтылған отбасыларынан шыққан балалар болды. Енді қиын жағдайға тап болған балалар болды. Сол балалардың бәрін бүгін осы қатыстырып, осы іс-шараға үлкен осындай президенттік шырша өтті. Енді айтып кететін болсақ, бүгінгі берген қаржылай көмек болды, қаржылай сертификат беріліп отыр. 120 мың теңге әр балаға, қатысқан балаға және тәтті сыйлықтар беріліп отыр. Мерекелік салтанатты шарада балақайлар ертегі кейіпкерлерінің ерекше қойылымын тамашалады. Ақ таяғын таянып, ақсақалы желбіреп, Аяз ата ортаға шығып, сиқырлы таяғымен алуан түрлі ойыншықтарға көміліп тұрған жасыл шыршаның шамдарын жаққанда, үлкен зал балалардың қуанышты у-шуы кернеді. Құрметті балалар, сіздерді келіп жеткен жуан жылдарыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Мен бүгін осындай керемет перзент шыршасына келіп тұрмын. Маған перзент шыршасы өте қатты ұнады. Аяз ата ақшақалар да ұнады. Маған көптеген ойындар, көптеген ертегілер көрдім. Маған перзент шыршасы қатты ұнайды. Сіздерге көп рахмет. Шырша мерекесінде балбұл жанған балаларға президенттің атынан құттықтау қағазы, тәтті сыйлықтар және 120 мың теңгенің сертификаттары табысталды. Мерекелік шырша барысында балаларға арналған түрлі ән шырқалып, қойылым көрсетілді. Балалар шаттана би билеп ән салды. Президент шыршасына